Өткендегі құлпынай көшеттеріміз, яғни мачтың арасада дейді. Мінекей, осы көп болғанбыз. Енді қиярдың астында тұр. Қиярмен бірге өсіп жатыр. Не қадar қатарластырып болған арасына. Мінекей. Уже мұны қарасаңыздар, тамырлар шығып жатыр сыртынан. Мінекей, гүлдің сыртынан тамырлар шығып жатыр. Енді бұл одан бері бір рет қана суарылды, 2 рет суарылды. Қазір тамыр жүйесін ашып көреміз, қалай жатқан. Одан бері қанша күн өткен есімде жоқ. Көп болмады, бірақ қараңыздар. Тамырлар уже астынан шығып қалды. Бұдай қаласа, енді бір апта 10 күнде бұл дайын болады. Ол кезде мына жерден сабағына қайшымен қырқып аламыз да. Енді екінші көшеті ғой, бір сабақтан шығып тұрған, бір мұрттан яғни. Осы жерді кесіп, жеке-жеке ажыратып алып, бір күн суарып қарай тұратын боламыз. Үзіп алғаннан кейін, яғни анасынан үзіп алғаннан кейін. Мінекей, құдай қаласа, жақында дайын болып қалады егуге көшеттер. Сортын айта кетейін. Бұл корейский сорт Соухянг. Бұл тек күз айынан бастап көктемге дейін, яғни қыс айында ғана өнім беретін құлпынайдың көшеті.